Жұмағали Зибагүл 1949 жылы қаңтар айының бірінде Абай колхозында колхозшының жанұясында дүниеге келген. 1956 жылы нөмірі 90 Абай мектебінің 1 сыныбына барып, 1964 жылы 8 жылдықты бітіріп, 10 жылдықты нөмірі 17 Ғани Мұратбаев мектебінде аяқтаған. 1967-1968 жылы нөмірі 16 Максим Горький атындағы мектебі жанынан ашылған 1 жылдық курсты бастауыш класс мұғалімі мамандығы бойынша бітірді. 1968-1973 жылы Қазалы совхозындағы нөмірі 100 Кеңтүп орта мектебінде бастауыш сынып мұғалім болып қызмет атқарды. 1970-1975 жылдары Қызылорда қаласындағы Гоголь атындағы педагогикалық институтының химия, биология факультетін бітіріп, нөмірі 90 мектепте осы мамандық бойынша мұғалім және директордың оқу тәрбие жөніндегі орынбасары болып жұмыс істейді. 1976 жылы Ерғали ағамызбен отбасын құрды. Ерғали ағамыз Қазалы қаласындағы кәсіптік техникалық училищесінде абыройлы қызмет атқарды. Өзінің кішіпейілдігімен, ақжарқын, ақкөңіл мінезімен, ағайыншыл және бауырмалдығымен халықтың есінде қалды. 1984 жылы, яғни 43 жасында мезгілсіз дүниеден озды. 1977-1995 жылдары нөмірі 17 мектепте бастауыш сынып мұғалімі, секция жетекшісі, кәсіподақ төрайымы болып қоғамдық жұмыстар атқарды. 1995-2009 жылдары зейнеткерлікке шыққанға дейін нөмірі 8 кәсіптік техникалық мектепте химия, биология пәнінен сабақ берді. Жұмыс істеген жылдары аудандық, облыстық оқу бөлімдері мен кәсіподақ комитетінің мақтау қағаздарымен марапатталған. Жанұяда 4 бала, 11 немере тәрбиелеп өсірген. Қазіргі уақытта балалар жоғары білім мамандары әр түрлі салада қызмет атқарады.